Наше производство считается... Жарылғыш тез тұтанатын, уландырғыш заттар қолданылатындықтан біздің өнеркәсібіміз қауіпті өндірістік нысан болып саналады. Жоғарғы температура, от, ыстық бу, қайнаған су, химиялық заттар әсер етуі салдарынан күйік шалуы мүмкін. Оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында біз ұжымдық және жеке қауіпсіздік құралдарын қолданамыз. Сондай-ақ жұмысшыларды өндірістік қауіпсіздік мәселелері бойынша оқытып, үйретеміз. Міне шахтадан келіп тұр, 65-ші шахта, соны аударып жатырмыз қазір. Енді осы жерде 29 жылдан ашты ғой істеген көп шәкірттерді үйреттім. 2 адам істейміз. Кезек лақтырамыз, кеген ұрданы. Бәрі біздің сменде біреу бар. Менің жұмысым жердің полностью бәріне мен жауап берем, қабылдап алам. Мынау дробилкаларға қарайым, бір вагонды бір 10 секунд, 20 секунд ішінде онтақтап үлгереді. Суткаға келетін болсаңыз 400-410 вагон аламыз. Онтақтауға дробилканы қолдаламыз. 1500-180 деген үлкен дробилка. Сосын оның ішінде конусы бар, сол айналады, сосын бар ұрады оны. Келген руданы ұру және айналу әдісіменен оны тақталады. Қауіпсіздікке көптеген нәрселер жасалынған, мынандай міне айналатын нәрселер міне қоршалған, ограждениялар қойылған мынандай. Конвейерлерді қарап, соларды келген рудаларды алып, драйвить етеміз. Бірінші опрокиттен келеді руда, мына конвейерлерге түседі. Осыдан среднийға барады, среднийде мелкийға барады. Сол мелкийдің несін аламыз да, главныйға береміз, главныйлардан ГК неге медзаводқа кетеді. Фабрикаға 80 жылдан бері істеймін. Технологический сменде крупный цехта істеймін, вагон аударатын жерден. 3 ауысым ғой, 8 сағаттан. 3 күн істеп, 2 күн демаламыз. Өзіміздің ұжымымыз жақсы бәрі. Бірігіп жұмыс істейміз, бірімізге біріміз көмектесеміз. Фабрика енді өзіміздің екінші үйіміз сияқты болып кетті ғой енді. Біздің мақсатымыз қалдықта металл қалдырмай, барынша сапалы концентрат алу. Біз 33,7% сапалы концентрат аламыз. Бұл біздің жоспарымызға сәйкес келетін көрсеткіш. Арнайы реагенттер қосудың арқасында көбіктер пайда болады. Жұмысым өзіме ұнайды. Көбіктің түріне қарап, тау жынысының сапасын да анықтай алатын дәрежеге жеттік. Тау жынысы кемел болса, мынандай үлкен көбіктер пайда болады. Біз оған көңіл аударып, реагентті аударуға тиіспіз. Біз алатын мыстың көптеген салада қажет екенін білем. Өз жұмысымды мақтан тұтамын. Многим людям Бізге концентрат сұйық күйінде жеткізіледі. Ол пульпа деп аталады. Ал біз оны сүзу бөліміне жөнелтеміз.
Одан кейін пульпа сүзгіден өтіп барабанға түседі және сол жерде кептіріледі. Менің жұмысым материалды сүзіп алу және қалдықтар жинап бітеліп қалмау үшін құйылыс тесігінің тазалығын қадағалау. Біз ауысым барысында 400-450 тонна өнім тапсыруға тиіспіз. Қою шикізат құрамында 48-50% өнім болады. Қойылту бөлімінде 3 адам жұмыс істейміз, ал жалпы ауысымда 14 адам бар. 2005 жылдан бастап осы Қазақ мыс корпорациясында жұмыс істеп жатырмын. Фильтровать ететін осы сушильный отделениеде. Менің жұмысым осы барабандарға қарап, материалды кептіру, қазір сұйық материалды кептіріп, кеп түсіріп жатыр бұл жерде. Концентрат кетіп жатыр. Қою кептірілген концентрат. Қазір автомат қойғалы жұмысымыз жақсы, жеңілдеп қалды. Енді бізде Жазан Байт фабрикасы көп ұлттан құралған, оның ішінде қазақтар, украиндар, кәрістер, немістер, басқалар көп тұрады. Негізі кәсіппен бізде дробильщик, машинист конвейер, флотатор, грохотовщиктар жұмыс істейді. Бізде айтады ғой, семейная династия деген. Сондай семьялар бар, әкелері, балалары, немерелері істеп жатқан.